Ертеде қалың орманның ішінде кішкентай, бірақ өте шапшаң тиін өмір сүріпті. Бір күні тиін үлкен еменнің түбінен көп жаңғақ тауып алады. Ура! Бұлар маған қыста жетеді деп қуаныпты. Қандай тамаша жаңғақтар! Мен оларды қысқа жинаймын. Ол жаңғақтарды себетіне салып жатқанда, бұта арасынан әлсіз дауыс естіледі. Көмектесіңізші! Тиін бір сәт ойланып қалады. Ол асығып жүреді, жаңғақ та көп. Бірақ қоянға қарап жүрегі елжірейді. Менің аяғым! Тиін қоянды арқасына мінгізіп, оның үйіне дейін апарып салады. Қоян қатты қуанып, рахмет саған. Көмегіңе көп рахмет, Тиін. Сен нағыз доссың. Келесі күні Тиін тағы да орманға шығады. Кенет қатты жел тұрып, жаңбыр жауады. Тоңып қалдым. Жаңбыр толастар емес. Сол сәтте бір таныс дауыс шығады. Тиін, мұнда кел. Бұл кеше көмектескен қоян еді. Ол Тиінді үйіне кіргізіп, жылытып, дәмді сәбіз береді. Қош келдің, Тиін досым. Рахмет, қоян. Қандай жайлы үй. Тиін қуанып, жақсылық әрқашан қайтып келеді екен, деп ойлайды. Ормандағы жануарлар бақытты өмір сүріп жатты. Балалар әрқашан жақсылық қайтып келеді. Осымен ертегі бітті. Сау болыңдар.